1923 жылы қазан айында Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Сәкен Сейфуллин Орал қаласына іс-сапармен келеді. Облыс орталығында қазақша білім беретін бірде-бір мектептің жоқтығы Сәкен Сейфуллинге мектеп ашу туралы ой салады. Сол келген сапарында Сәкен Красный Урал газетіне мақала жазып, білім беру мәселесіне көп тоқталады және қазақ мектебін ашу туралы ұсыныс тастайды. Сол ұсыныстың нәтижесінде 1924 жылдың қазан айында губернаторлық атқару комитетінің көмегімен Орал қаласында 7 жылдық мектеп пен жатақхана ашылады. Келдің бе балам? Отыр. Жол алыс. Анау анаңның дайындаған ас суын алдың ба? Балам, сен неге қалаға алып келе жатыр деп ойлайсың? Зейінің ашылсын, саналы азамат болып ер жетсін деген ой ғой менің. Анау Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Сәкен ағаң келіп, қазақтың қара көздері де Оралда білім алсын деп мектеп ашыпты. Сен де сонда оқы. Жатақханалар бар екен. Сағынсаң келіп тұрамыз. Алаңдамай жатып сабағыңды оқы. Жарай ма? Жарайды, әке, сеніміңді ақтаймын. Осылайша Оралда алғаш рет ашылған қазақ мектебіне Гурьев, Илецк, Калмыкова, Жымпиты және тағы басқа уездердің балалары келіп оқыды. Мектептің ең алғашқы директоры болып Хусни Муньянов есімді азамат тағайындалады. 1925 жылдың 16 сәуіріндегі Қызыл ту газетіне тұңғыш рет Оралда 7 жылдық мектеп-интернат ашылғаны және жергілікті бюджеттен 13.500 сом бөлінгендігі туралы мақала бар. Мақалада мектептің ашылу мақсатын бірнешеге жіктейді. Бірінші, қазақ балаларын өз ана тілінде оқытуды жақсарту. Екіншіден, шалғай ауылдарда тұратын жұмысшылардың балаларын интернатта жатқызып, білім алуына мүмкіндік жасау еді. Сөйтіп, 1933-34 жылдары Оралдағы тұңғыш қазақ мектебінің алғашқы түлектері үлкен өмірге жолдама алды. Содан бері Сәкен ашқан мектеп қаншама шәкірттің бағын жаққан қасиетті қара шаңыраққа айналды. 11 мектепте оқыған ұлда қызда ерекше болды. Ол мектепті бітіргендер жан-жақты болды. Алысқа кетіп жатты аты. Мәскеуге де барып оқуға түсетін болды. Новосибирге де барып оқуға түсетін болды 11 мектепті бітірген бала. Одан кейін басшылар қандай болды. Самарқанов деген кісі болды. Соғыс көрген. Бүтін баланы таниды. Марима Майына күні кеше кетті өмірден. Ойпырмай білмеймін, осы өзінің үйінде не болып жатқанын ойламайды, біздерді ойлайды. Және біздер Олимпиада бірдегі қатысқанда Оралдағы бүтін мектептің алдында тұрамыз ғой. Ұлттық тәрбие бізде бойымызға сіңіріп өседі. Үлкен түскелау керек екен. Бір класс жоғары болатын болса, аға дейтінбіз біз, апа дейтінбіз. Өйтіп бір қарананда асхана ішінде болып жедік қой. Мектептің 100 жылдық тарихында талай қазақ баласы білім алды. Ал әр жылдары мектепке Хусни Муньянов, Сәрсен Ахмурзин, Жәлел Самраханов, Мариям Мамайқызы сынды білікті басшылар жетекшілік етті. Бұл мектептің негізгі бұрыннан бір қалыптасқан педагогикалық ұжымы бар. Жұмысқа жігерлі, істегісі келеді деген бір ұғым болды. Енді ол кезде Совет үкіметінде 1 май, 7 ноябрь аталып жүрді. Бұл сонда мектеп көшті бастап жүрді, парадтарды. Өткені өнеге, іргесі ізгілік, керегесі кемел игілікті істерге толы Сәкен мектебі 100 жылды артқа тастап, жас ұрпақтың сапалы біліммен саналы тәрбие алуына үлесін қосып келеді.
өзінің өсу өркендеу жолында талай қиындық пен табысты сәттерді бастан кешіре отырып, бүгінгі тәуелсіз елдің талантты балаларын оқытатын мектеп дәрежесіне дейін көтерілді. Сәкен мектебінің ұстаздары саяси сауатты, жан-жақты білімді. Мұнда әр оқушының жеке ерекшелігін ескеру, қарым қабілетін ұштау, соған қолайлы жағдай туғызу бірінші орынға қойылған. Сондай-ақ зердесін жан-жақты дамыту, оқушының өз бетімен ізденісіне жол ашу, өзіне тән дүние танымын қалыптастыру мектеп мұғалімдерінің басты мақсаты. 11-ші мектебі біздің облысымыздағы қазақ мектебінің флагманы, көшбасшысы, шын мәнісінде де. Әсіресе сол кезде өтетін республикалық деңгейдегі, облыстық деңгейдегі семинарлар бәрі 11-ші мектепке тіреліп тұрды. Әрбір мұғалім бір тұлға болды ғой оларды. Дарындық мектептің өзі атағын өзі жеңіп алды. Мен дарынбай айтып тұрған жоқпын. Балалар олимпиадаға қатысуға. Мұғалімдердің жоғарылаған, мұғалімдердің деңгейінің көтерілімі, мұғалімдердің әртүрлі тәрбие жұмыстарына, жоғарғы республикалық іске қатысуына байланысты бұл өзінің өзі дарын болуына үлесті. Міне, шәкірттері тек қазақша сөйлейтін, қазақша ойлайтын Сәкен мектебі тек білімнің ғана емес, тәлім тәрбиенің де ордасы. Мектептегі білімді де білікті, тәжірибелі ұстаздар талай тұлғаларды түлетті. Сөйтіп Сәкен мектебі республикадағы білім беру сапасы бойынша көш бастап тұрған алдыңғы қатарлы мектептердің бірі болды. Оқушылар мектепке емтихан арқылы қабылданып, өзі таңдаған бағытта тереңдетілген білім алады. Бұдан бөлек мектепте қосымша сабақтар, ғылыми жобалар байқауы, спорттық үйірмелер, тіпті Сәкен мектебінің өзінің өнер мектебі бар. Балалар білмен өнерді қатар ұштастырып отыр. Олар домбыра, қобыз, баян, фортепиано сынды аспаптарды меңгеріп шығады. Ал тереңдетілген сыныптарда жай мектептерге қарағанда сағат саны көп. Гуманитарлық сыныптар қазақ тілі мен әдебиеті, ағылшын, тарих пәндерін тереңдетіп оқытса, химия, биология, физика, математика бағытындағы сыныптар жаратылыстану, математика пәндерін көп оқиды. Республикадағы ең үздік мамандандырылған білім беру ұйымы қатарына енген Қара шаңырақта күні бүгін 1000-ға жуық шәкірт тәрбиеленуде. Ал аға буынның ізін жалғастырып келе жатырған 107 педагогтың 72-сі пән мұғалімдері, 11-і кураторлар. Оны тәрбиеші болса, біліммен қатар өнерге баулып отырған өнер мектебінде 15 педагог еңбек етеді. Педагогтардың 10-і педагог шебер, 32-сі педагог зерттеуші, 10-і педагог сарапшы, 12-сі педагог модератор біліктілік санатына ие. 10-і педагог болса, білім ошағында 19 магистр бар. Үздік педагог атағының иегерлері Мыңбаев Аянбек Әділгерейұлы, Шоңбаев Жеңіс Меңдіғалиұлы, Мұсағалиева Гүлмирам Қуанышқызы, Қазиханова Эльмира Бейсенбайқызы және Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы атағының иегері Қазиханов Серік Меңдібайұлы. Облыстық үздік педагог атағының иегерлері Байженова Ақерке Орынқызы, Опиев Тархан Жайшылғұлы, Әлмұхан Асқар Сатыбайұлы, Имашева Динара Иманбайқызы секілді ұстаздардың тынымсыз еңбектері бағаланды. 2020-2021 оқу жылдары аралығында мектептің 10 түлегі алтын белгі иегері атанса, 2021-2022 жылы 7, 2022-2023 оқу жылында 6 түлек алтын белгіні қорғап шықты. Соңғы 3 жылда мектептің 191 түлегі грант иегері атанып, өз таңдаулары бойынша еліміздің жоғарғы оқу орындарына түсті. Ұлттық бірыңғай тесттің қорытындысы бойынша Сәкен мектебі республика бойынша үздік деп танылған 100 мектептің ішінде 2-ші орынды иеленіп, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің ең үздік жаңашыл мектеп атағы берілді. Орал қаласында тұңғыш қазақша білім беріп, ғылым негізінде бастау болған ұлттық мектептің өмір жолы мен өсіп өркендеу тарихын бір хабарда айтып жеткізу мүмкін емес. Бірақ мектеп қабырғасында сіңірілген білімнің негізі әр шәкіртінің өміріне азық болғандығы анық. Жалпы өмірімде қарым-қатынас жасау, адамға құрмет көрсету, адамға деген өз ойыңды түсіріп айту, жеткізу және қалайда мына елге жанашырлық, патриоттық сезімді менің үйренгенім сол пансион. Бір жерге барып кездессең, 11-ші мектепті бітірген генерал отырады, Қабденов деген мысал. Бір жерге барып кездессең, физик отырады.
кандидат наук. Бір жерге барсаң, химик отырады, кандидат наук, ученый. Қайдансың десең, Оралдың 11-ші мектебі. Бұл бір қасиетті, қастерлі білім ордасы. Соның сол беделін түсірмес екен деп тілеймін мен. Соның сол кездегі мықтылығын қазіргілер білімді кезде, еркін кезде ұстаса екен. Әсіресе қазір енді егемендік алған ұлттың ұрпағы қазір қай жерде де мен қазақпын деп кеудесін соғып сөйлейтін батыл ұрпақ өссе екен деп тілеймін. Сол бұрынғы бастапқы өзінің деңгейін түсірмес екен. Ой, Оралдың 11-ші мектебі бар дегісі екен. Мен соған сондай тілекшімін. Және жеткіншектер, ой, бұлар Оралдың 11-ші мектебінде оқыған ғой, бұлар ерекше ғой деп тұрса екен. Қызы да, ұлы да жаңағы өзім армандаған ару қыз саналы ұлдың ұясы болса екен. Өткен Сәкен Сейфуллин сонау түгі жоқ кезде Оралдан жалғыз қазақ мектебін ашқан ғой. Мектептің осы абыройын, атағын жоймай, бізден кейінгі ұстаздар соны жалғастырса екен деген ойымыз бар. Сол балаларды білімді қылып шығарса екен деген ойымыз бар. Ол үшін ұстаздар қауымы үлкен еңбек ету керек қой. Менің Альма мектебім, Альма-матер дейді ғой, маған жол ашып берген, маған ең жоғарғы деңгейдегі білімді берген және тәрбиені алған осы әке-шемнен басқа, отбасымнан басқа осы пансион 11-ші мектеп. Сіз білесіз бе, сонда мен бірінші баламды сол мектепке деген тағзымым сол баламның атын Сәкен қылып деп қойдым. Маңдайы жарқыраған әуелден маңдайында бақыты бар мектеп деп есептеймін мен 11-ші мектепті. Сәкен ағамыз айтады ғой, біз қаладық қиындықпен іргені, біздің тілек кейінгілер кіргені деп. Міне сол 100 жыл бойы кейінгілер кіріп, бітіріп келе жатыр, халқымыздың керемет азаматтар шығып жатыр, ұл-қыздар, республикамыздың түпкір-түпкірінде еңбек етіп жатыр. Әрине, Ақшта оқыған, Бірғаным Сарғыз оқыған, Бауыржан Қалиулла оқыған, Талант ағамыз оқыған, осындай еліміздің мақтаулы, өзіміз жақсы көретін аға апаларымыз оқыған мектепте оқу, сол мектептің түлегі болу біз үшін үлкен абырой. Сондықтан биылғы мерейтой құтты болсын, шәкірттеріміз биіктен көріне берсін.